Сәлем достар, сіздермен Алима тауықтың төсетін кисло-сладкий соуспен жасайтын боламыз. Көкөністерді араластырып, видео барысында барлығын көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Керекті ингредиенттердің барлығын описанияға жазып кететін боламын. Жартылай ащы бұрыштың жартысын ғана қолданатын боламын. Екі түрінен әдемі көріну үшін жартысын осылай тура видео барысында көрсетілгенде тура баламыз. Кішкентай қылмаңыздар, әдемі көрмейді. Осылай үлкенірек бөліктерге бөліп алыңыздар. Тауығымның төсетін жуып, кептіріп алдым. Енді үлкенірек бөлшектерге бөліп кесіп аламыз. Турап алған етімізге тұзымды салып қойдым. Енді қара бұрышымды крахмалымыз саламыз. Крахмалымыз кукурузный болу керек, қыздар, ол міндетті. Кукурузный крахмалымызды салып, жақсылап қолымыздың көмегімен араластырып, бірден сұйық майларыңыз қызып тұру керек. Бірден қуырып аламыз. Біздің тауығымыздың төсеті хрустящий болып тұру үшін бірден қуырып алу керек. Крахмал еріп кетпей. Байқап тұрсаңыздар, менің еттерім үлкен кусокта кесілді. Осыны үлкен кусокта кессеңіздер, дастарханға қойған кезде әдемі көрінетін болады. Бұл қазір суы тартылып, төсетінің бұл кішірейеді. Менікі мұздатылған төсет болғаннан кейін бұл кішірейеді. Егер сіздердікі мұздатылмаған болса, онда бұдан да кішірек көлемдерге турасаңыздар болады. Міне, қыздар, екі жағын қып-қызыл қылып қуырып алдық. Біздің етіміз уже толықтай піскен, дайын. Енді соусымызды жасаймыз. Бір кесе суымызға крахмалымызды салып, жақсылап крахмалымыз ерігенше араластырып дайындап қоямыз. Етімізді қуырып алған сұйық майымызға көкөністерімізді қызартып қуырып аламыз. Көкөністеріміз қуырып алғаннан кейін сұйық майымыз осыншалықты қалады. Басқа сұйық май құймаймыз, қыздар. Осы сұйық майымыздың үстіне қантымызды саламыз. Мен кіші қасықпен 2 қасық қант салып жатырмын. Егерде сіздердің үйлеріңізде бал болса, бал салыңыздар қанттың орнына. Қантым ерігеннен кейін чесногымды салып жатырмын. Чесногымды қызартып қуырып аламын. Содан кейін барып кетчупымды салам. Кетчупымды салып, жақсылап қуырып аламын. Соямызды құямыз. Соямызды құйғаннан кейін уксусымызды құямыз. Уксусымыз біздікі яблочный, яғни алма уксусын барлығын жақсылап араластырып аламыз. Крахмал араласқан суымызды құямыз. Суымызды шайқап, крахмалымыз толықтай құйылуы қажет. Араластырып тұрамыз. 1-2 минутта біздің соусымыз осылай қоюланады. Ішіне крахмал болғаннан кейін осылай қою болады. Қою болғаннан кейін қуырылған тауықтың төсетімен көкөнісімізді салып, жақсылап араластырамыз. Біздің соусымыз толықтай етімізге сіңуі қажет. Отымызды баяу отқа қоямыз. Араластырғаннан кейін 5-6 минутқа қойып қоямыз. Біздің соусымыз тауығымызға сіңгенше. Одан да көбірек қоюға болады. 10 минутқа дейін біздің соусымыз тартып кетпесін, өте баяу отқа қойып қойыңыздар. Міне, қыздар, біздің тауықтың төсеті кисло-сладкий соусы дайын. Өте дәмді болады, прям өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер, лайк басып отырыңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Алима Жарқынбек қызым. Гарнирға күріш жасадым. Кез келген гарнир жасауларыңызға болады.